Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Балалар, бүгінгі сабағымыз келесі сөз табына арналады. Ол сөз табы үстеу. Сабағымыздың мақсаты үстеуді мағынасына қарай ажырату, етістікпен байланыстырып сөйлемдерде қолдану. Сабағымыздың дескрипторы үстеулермен танысып, оларды мағынасына қарай ажыратасыңдар және сөйлемнен үстеулерді таба аласыңдар. Олай болса, жаңа сабағымызды бастайық. Үстеу іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табы. Үстеулер қашан, қайда, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Балалар, қазақ тілінде үстеудің 3 түрі бар. Мезгіл үстеу, мекен үстеу және сын қимыл үстеуі. Осы үстеулерге балалар жеке-жеке тоқталайық. Мезгіл үстеу. Мезгіл үстеу дегеніміз қашан деген сұраққа жауап береді. Мысалыға, кеңес сабағын күндіз оқиды. Қашан оқиды? Күндіз оқиды. Мен таңертең ерте ояндым. Қашан ояндым? Таңертең ояндым. Мінекей балалар, бұл мезгіл үстеуі. Келесі үстеуіміз мекен үстеу. Мекен үстеу қайда деген сұраққа жауап береді. Мысалыға, қарлығаш жоғары көтерілді. Қайда көтерілді? Жоғары көтерілді. Анам артта қалды. Қайда қалды? Артта қалды. Мұндағы жоғары және артта сөздері балалар бізде мекен үстеу болып табылады. Келесі үстеуіміздің түрі бұл сын қимыл үстеуі. Сын қимыл үстеуі балалар қалай деген сұраққа жауап береді. Мысалыға, Көркем сабағын тез оқиды. Қалай оқиды? Тез оқиды. Арай ағылшынша жақсы сөйлейді. Қалай сөйлейді? Жақсы сөйлейді. Мұндағы тез, жақсы сын қимыл үстеуі. Балалар, және өздерің байқағандай, үстеулер бізде сөйлемде етістік сөз табымен байланысады екен. Мысалыға, тез оқиды, жақсы сөйлейді. Жақсы балалар, олай болса, бүгінгі сабақтың тапсырмасына көшейік. Балалар, бізге мұнда мәтін берілген екен. Қазір осы мәтінді бірге оқимыз. Және мәтіннен балалар үстеулерді табуымыз керек. Бүгін мен достарыммен кездестім. Бәріміз қаланың ішінде серуендедік. Кешке кинотеатрға бардық. Мұнда досымыздың туған күніне тосын сый жасадық. Ол қатты қуанды. Солай күніміз қызықты өтті. Міне балалар, мәтіндегі енді үстеулерді тауып көрейікші бірге. Бүгін. Қандай сұрақ қоямыз балалар? Қашан? Ям? Ішінде. Қайда? Ішінде. Кешке. Қашан? Кешке. Мұнда. Қайда? Мұнда. Қатты. Қалай? Қатты. Қызықты. Қалай? Қызықты. Мінекей балалар, біз үстеулерді таптық. Енді осы үстеулерді балалар өз топтарына ажыратайық. Мекен үстеу қайда деген сұраққа жауап береді. Мұндағы мекен үстеулер ішінде, мұнда. Мезгіл үстеу қашан? Бүгін, кешке. Сын қимыл үстеуі қалай? Қатты, қызықты. Мінекей балалар, жарайсыңдар. Келесі тапсырмамызға көшейік. Балалар, мұнда біздерге үстеулер берілген екен. Енді осы үстеулерді біз өз топтарына ажыратып көруіміз керек. Қанекей, өздеріңді тексеріп көріңдерші. Мекен үстеу қайда? Сыртта, іште, жоғары. Мезгіл үстеу қашан? Жуырда, қыста, жазды күні. Сын қимыл үстеу қалай? Тез, үнемі, жиі. Балалар, сендердің қолдарынан келді деген ойдамын. Жақсы, бүгінгі сабақты қорытындылайық. Біз сендермен бүгін үстеу сөз табымен таныстық. Үстеу дегеніміз ол іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табы. Үстеулер қашан, қайда, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Және үстеудің 3 түрі бар. Мезгіл үстеу, мекен үстеу, сын қимыл үстеу. Жақсы балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңдар.